Қарынды тез кетіру үшін арқамен бұрылыңыз дегендей әзілдерімізді бастайық. Дәрігер, сіз жасаған операциядан кейін неге медбикелер маған бір түрлі қарап жүр? Сіз аман қалған алғашқы адамсыз. Мама, трансвестит деген кім? Білесің бе балам? Мен де нақты білмеймін. Бар, ас үйге барып, Дәурен тәтеңнен сұрап көр. Әйелдермен де қарбыз сияқты болса ғой деймін. Басын бір тарс еткізіп қағып көрсен, бірден түсінесің. Жақсы ма, жоқ па? Дәрігер, менің есімде сақтау қабілетім нашарлап кетті. Бұл қашаннан бері басталды? Не қашаннан бері? Мәселелер. Қандай мәселелер? Мама, мені жылан шағып алып, тез арада уға қарсы дәрі керек. Жақсы балам, қазір сатып әкелемін. Бірақ бұл сенің туған күніңе алған сыйлығың сияқты болады, жарай ма? Бір ер адам қалжыңдап чебурек сатушыдан сұрайды. Чебуректердің ішіндегі ет бұрын мияулайтын ба әлде? Пи-пи-пи деп айтатын ба? Әртүрлі дурацкий сұрақтар қойған еді. Әйел күйеуінің компьютерде отырғанына қарап. Берші, мен де ойнап көрейін. Ұят болмай ма? Қымбаттым, мен үлгі ал. Сен еден жуып жатқандай мен сен ешқашан швабра сұраған жоқпын ғой. Примерно 25 жастағы қыз бір атадан сұрайды. Сіздің жасыңыз қаншада? Жасым 80-ге келіп қалыпты. О, мен сізге бермес едім. Маған енді оның қажеті де жоқ. Операцияның алдында миллионер. Дәрігер, егер мені аман алып қалсаңыз, байлығымның 10%-ын сіздің атыңызға аударамын. Қызық досыңыз. Бірақ жұбайыңыздан бұдан да тиімді ұсыныс түсіп тұр. Таң атпай күйеуі әйеліне. Бүгін кешке шешең ұшып келеді ғой. Әуежайға бірге барып қарсы алайықшы. Қатты қуанатын шығар, дейді. Әйелі. Әй, менің кешке шаруаларым бар еді. Бірақ жарайды, сен жалғыз жібермейін, бара салайын, дейді. Кеш болады, күйеуі диванда шалқайып жатыр. Әйелі жуынып, киініп, боянып, тап тұйнақтай дайындалып залға кіріп. Мен дайынмын, жүр, кеттік. Сонда күйеуі басын жастықтан көтеріп қойып былай дейді. Мен енді ойланып қалдым. Қой, сен бәрібір барайын деп жатырсың ғой. Өзің ақ барып келе салшы.